Ассаляму алейкум, урметли сәрджелер, бу UATV студияда Украина хабарлары бүгін февральның 22-сі жұма күні. Саяси мобюслерінің маежесі адвокат Эмиль Курбединов Қырым адвокатлар коллегиясы әркянында чықарылмады. Коллегия залары Курбединовның 6 ел әвелсі ичтимаи ағларда пайлашқан языларында экстремизмны көргені себебінден пейда олған Русия адлия назерлігінің талабыны керчеклештірмеге рет еттілер. Чүнки бұл идеалларны канунсыз деп көрділер. Бұқта ЮАТВге озу Эмиль Курбединов тариф етті. Қырымдатар адвокат Эмиль Курбединов, Эльми Умеров, Ахтем Чийгоз, Микола Семенави да бір сыра дегер Қырым сәкенлері Украина ватандашларыны имайеті ве әтмеге девам ете, шымдыки вақытта есе қара денізді запт етілген Украинден әжелерінің давасында иштирак ете. Я переживал за то, что это на самом деле... Бу пек телекелі бір тәжірибе. Мана қаршы бойле қарар алынса еді, бу башқа адвокатларға, менім зинаддашларыма қаршы да епылайжақ еді. Бойле қарар алынса еді, ярамай әқибетлер башланajақ. Адлия назерлігінің қарары не олайжағыны білмейм. Адвокатлар палатасы есе алған қарар канунидір. Варақа фельсефи тушунжелер ве Русия телевизион сачмалары аққындай кейлер. Юқыры рада вице-спикері Ирина Геращенко өз Facebook сайфасында Украин саяси мобюслері Олег Сенцов, Николай Карпюк ве Роман Сущенко йоллаған мектуплярны яйынлатты. Сенцов Русия пропаганда жылары насыл етіп Авропа Шурасы парламент ассамблеясы сессиясыны айдынлатқанлары ақында өсте сұратларынан пайлашты. Карпюкнун мектубы есе фельсефи о Америка Бірлешкен Девлетлері Канада ве Авропа мемлекетлерінден қол тұтуф мектуплераны алғаны ақында язды. Сущенко есе борнен япылған ресім йоллады. Инсан ақлары Авропа махкемесі Москваға қаршы қарадыңызды кеті жавузы чон көрілежек чәрелер меселесінде Киевнің реджасыны рет етмеді. Украина адлия назері муавины инсан ақлары Авропа махкемесі меселелері векілетлесі Иван Лещина сан керет жевабы олғаны ақында. Русия тарқатқан мәлумат кенеде бір айын ойынлар олғаныны деді. Шыны да қайдетті инсан ақлары Авропа махкемесінің қарары бар, о Русия кеметінден яралы арби эссерден Теби ярдым көстерілуіні талап етті. Үч ай ішінде Русия кеметі арби эссерден әжделерге әкемлер тарафындан бақынув тешкіл етмеділер. Эпосыдың әжделер Лефортова тақиқат тефқифханесінде тұтыла. Русия ұжымы вақытында үч ден әжде Василь Сорока, Андрей Артеменко, Андрей Эйдер яраланған еді. Русия кувечелері үч Украин гемесіні кечкен сене ноябрь айында қарады назның нейтраль сувларында запт етті. Кремльнің Украин саяси мобюсы Станислав Клых Магниторсктан Челябинске авыштырылды. Бұқта рус оқу құройжысы Татьяна Щур хабер етті. Станислав Клых Магниторстаки психиатрия клиникасында тедевилевден рет еткен әнді Челябинскінің описхане хастаханесінде бұлынажақ. Сағылық алы кескін тарызда финалашты туғанлары тахмин еткенлеріне көре, бұ описханедеки искенжелер ақыбеті 2016 сенесі Русия мәхкемесі СС Станислав Клыхны бірінші чеченжен кынды иштирак еткенінде қабатлады ве 20 елға махкум етті. Украин озу есе ич бір вақыт Чеченистандан олмағаныны білдірді. Мемориал оқу қорой жемеркезі оны саяси мобюс оларақ илян етті. Yoldaş vastası ile yapılgan resimler, haritalar ve statistika. Amerika Birleşken Devletleri Ukrayna meseleleri mahsus temsilcisi Kurt Walker, Rusiyanın Ukrayna'daki tecavüzü hakkında İngiliz tilinde sayt takdim etti. Bu yerde 2014 senesi Kırım işgalinden başlap, geçken sene noyabr ayında Karadeniz'nin neytral sularında Ukrayna gemileri ve denizcilerinin zapt edildiğine kadar Rusya istilasının vakalar kronologiyası gösterildi. Ayrıca sakinler ve infraterkip için vakalarının akıbetleri kaydetilgen. Bangladesh'nin dağı şehrindeki yangın sebebinden 110 adam helak oldu, 50'den ziyade yaralandı. Bazıları ağır aldı. Boqta yerli memurlar haber etti. Alev Tunyev'in birinci katında himiyevi mahsulatlar anbarı yerleşken 4 katlı mesken evde çıktı. Ateştezden komşu evlerini de sarıp aldı. Epasolu 5 bina yandı. Kaza yerinde 200'den ziyade yangın söndürücü çalıştı. Yangını toxtamak için 5 saatten ziyade
Грузияда вақыт сарф етілді, янгын себебі аля да белі дегіл. Каталонияда наразылық вақтында акция iştirakçilері ве полис хадимлері чатышыву нәтижесінде 53 адам яраланды, 3 кеші яқаланылды. Бұақта ерлем мемурлар хабер етті. Наразылықта қарарнен 10 бен адам iştirak етті. Олар бөлге мұстаққылығыны ве сепаратизм үшін махкемеленген каталон саясатчыларының азат етілуіні талап еттілер. Ән күтлеви наразылық акциялар Жирона ве Барселонада кечірілді. Iştirakçiler автомагистраль метро станцияларына ве демир yollarını қапаттылар. Киевде Америка киносы 9-нчы мустаққилық кинофестивалі 8-нчы сынып фильм көстерілуінен башланды. Бу Бёрнем Америка комигінің ilk іші фильм яшдашлары ile ортақ бір тіл тапып оламаған. 13 яшлы утанчақ қышчық ақындадыр. Бу сене фестиваль программасында 9 весиқалы ве 6 бедей фильм, оларның арасында Оскар киномукафаты намзетлері бар. Эпосы фильмлер асыл тілді украин субтитрлерінен көстерілі. Мустаққилық кинофестивалі февралін 28-іне қадар девам етежек. Біз 8-нчы сынып фильмден башладық. Бүгенчлер ве технологиялар вечтимай ағларының тесірі қында икея еткен яқшы бір фильмдер. Фестивальде да Гузель Оғлан фильмні көстережекміз. Бұл наркотик меселесіне бағышлана. Дуже цікаво. Пек мерақлы Киев кинотеатр яқында қапаладжақ бу бинада кечірілген сонки фестивалі штиракчысы олмаға пек Гузель. Я кожного року відвідую. Бу фестивальге әрсене келем ве бу сенеде мында олғанымдан қуанам. Авропа лигасыне в бетте басамағында Киев Динамосы Челси тақымынен ярашачақ. Бу жерепнын ташлағанына көре белі олды. Жереп исвечері Ньон шеранды УЕФА штаб-квартирасында ташланды. Бірінші ойын мартын едісінде өткерележек бір аптадан сон есе Киевнің Олимпийский мейданында екінші ойын ойынлажақ. Хатырлатамыз ки Киев Динамосы Авропа лигасы турнирінде екене Украина тақымы. Құрметлі серджелер, бұл дақиқаға бұл сонки хаберімізі да чо хаберлерні сізлер UATV.ua сайтымызда оқой білесіңіз. UATV елі олыңыз ұзыңызге мұқай толыңыз, сағлықнен қалыңыз көрішкенде.